Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? UFC'де бақ сынап жүрген жауынгер Асу Алмабаевта жаңа қарсылас белгілі болды. Ол американдық Алекс Переспен бақ сынасады. Кездесу 22 қарашада Катарда өтеді. Бұл тез арада орын алды. Бірнеше күн бұрын Перес өзі Асуға ұсыныс тастаған болатын. Қазақ жауынгері көп ойланбай келісімін беріпті. Жекпе-жек болатын жауынгердің командасы растады. Бұл рас ақпарат. Бірақ UFC ресми түрде жариялаған жоқ. Дегенмен өзара келісім бар. Енді дайындаламыз деді олар. Алекс Перес үздік ондықтың жауынгері. Бір кездері чемпиондық белбеуге де таласқан. Дивизионның топ деңгейлі жауынгерлермен айқасқан. Қазір сәтте ол жеңілістен кейін тұр. Тацура Таирамен болғансында аяғынан ауыр жарақат алып жеңілген еді. Дэвисон Фигередо, Алекс Пантожа, Мухаммад Макаевтардан туған. Дегенмен қазір рейтингте 8-ші сатты тұр, ал Асу 9-шы. Жалпы қазақ жауынгерлеріне өздерінен жоғары тұрғандардың алғашқы шақыртуы бұл. Перес Асуды дивизионның болашақ лидерлерінің бір ретінде қабылдайды. Сондықтан оны ұтса, қайтадан белбеу үшін таласқа оралатынын біледі. Жоғары тұрғандарды шақырмаудағы себеп меніңше жарақаттан кейін тиімді деген кездесуді ойлаған болса керек. Жасы 33-те. Мен Перестің болашағын аса жарқын деп қабылдамаймын. Қанша дегенмен шыңнан өтіп кеткен жауынгер. Асуға да бұл кездесу керек ақ. Шілде айында ол Хосе Ачоаны сенімді тұтқан еді. Енді сол жеңісті бекіте түсу үшін бұл бәсеке маңызды. Сырттай болса да үздіктермен шама байқасып көреді бұл жолы. Қандай жағдайда болмасын ұту керек. Ұтса рейтингте жоғарылап өзі армандап жүрген Кай Кара Франспен бақ сынауы мүмкін. Немесе Мануэль Каппемен реванш ұйымдастыруға да болады. Дегенмен соңғысымен шығу екі талай. Екеуі енді белбеу үшін айқаспаса, басқа бір қызықты UFC тарапы көріп тұрған жоқ. Мүмкін Тацура Таирамен шығатын шығар. Жалпы бұл сында ұтса, ары қарай Асуда тек үміткерлік бәсеке ғана қалады. Не болса да бір көру керек. UFC тақырыбынан ауытқымай тұрып, Шавкатқа қатысты айта кетейін. Сол қарашада жартылай орта салмақта чемпиондық сын өтеді. Мадалена Махачев арасында. Міне осы сында Рахмоновты кездесуді сақтандырушы ретінде шақырады деген ақпарат бар. Яғни жекпе-жек белгіленіп, тура бәсеке өтер шақта қос тараптың бірі жарақат алып немесе салмақ жасай алмай қалса, Шавкат алмастырып шығу керек. Қалай болғанда да бұл белбеу үшін өтер бәсеке болады. Мүмкіндік 50-50. Ол үшін намат, нақты сынға дайындалу керек. Салмақ қууға міндетті. Бірақ түбінде алдын ала белгіленгендер салмақ жасап жекпе-жекке жететін болса, қазақ бәсекесі қалады. Міне, осы үшін оның командасы сақтандырушы рөлінен бас тартып отыр. UFC әлі ұсыныс жасаған жоқ. Десе де қазірдің өзінде команда ондай ойдан аулақ. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Ұсынған жағдайда менің жеке пікірімде көну керек секілді. Өйткені Шавкат қазір міндетсінетін жағдайда емес. Мұнда талапты UFC қояды. Олар жауынгердің лагерге шығарған шығынын өтеп береді, сыйақысын береді. Ал алда жылда Махачев салмақ жасай алмай қатардан шықса ше, тамаша мүмкіндік болады ғой бұл. UFC-ге бұл проблема емес. Шавкат бас тартса, тістерін бір қайрайтта Шон Брэдиге береді мұндай сәтті. Ал ол бірден келісетіндігі анық. Бұл лотерея, бірақ оны қатысқандар ғана ұтады. Қатыспасаң не тиеді саған? Түк те жоқ. Жалпы мен Шавкаттың бас бапкері Эдуард Базровтың көреген емес екенін түсінгенмін баяғыда. Стратегиялық ойлау қабілеті төмен ба деймін. Онсыз да Рахмоновтың мансап барысында бірқатар қателіктер жасады. Соның зардабын әлі шегіп жатыр спортшы. Бас тартуды командада жауынгердің өзі де қолдап отыр дейді. Бұл түбегейлі дұрыс емес. Бірінші ұсыныс түссін. Ол ұсыныс жекпе-жек жарияланған соң ғана келеді. Сол кезде жан-жақты ойлану керек. Ұсыныс түспей жатып, біз ондайдан бас тартамыз деу асығыс шешім. Мүмкін Базровтың бұл сөзі UFC-ге де жеткен шығар. Жауынгердің жоспарын білген олар тіптен ұсыныс бермеуі мүмкін. Біз тек ресми чемпиондық жекпе-жекке дайындаламыз деп тепсініп отыр. Шын айтайын, ондай мәртебелі жағдай Шавкатта болмауы да ғажап емес. Алда не боларын бір Алла біледі. Махачев қатардан шығып, Брэди Мадаленамен шықса, түрлі жағдай болуы мүмкін. Кездесу кенеттен медиалық тұрғыдан бум жасаса, онда реванш орын алады. Ар жақтан Махачев күтеді. Бұл уақытта Усман, Мухаммадтар да жарқын нәрсе жасауы мүмкін ғой. Олар да алдын орай алады. Американдықтар емес пе? Мысалға Махачев чемпион болса, Мухаммад кенеттен онымен шығам деп жауласса, UFC алақанды ысқылап жіберіп жасайды мұны. Бір кездердегі жақын достары ерегісіп кетсе, инфо себебі емес пе? UFC-ге сен мықтысың ба, басқасың ба түкіргені бар. Оларға потенциалды қаржылы жекпе-жектер қажет. Біз бүйтеміз, біз сөйтеміз деу ашуды келтірткен анық. Бұл Базровтың сұхбатынан соң туындаған ойлар ғой. Шын мәнінде біз бірінші Шавкаттың жеке өміріндегі келеңсіздіктер оңалғанын тілеуіміз керек. Меніңше бір жағына шығады бұл істе. Мықты аналитиктер керек топ жауынгерімізге. Болашағына бағдар беріп отыратын. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.